біз челлендж ойнаймыз. Ол үшін бізге Нарыл келді. Сәлем достар. Сәлем достар. Олай болса біз ойынымызды бастаймыз. Бізде үй жағдайында жасалған мына бір қобдишада екі нәрсе жасырылған. Оларды табатын оң қанатында отырған Нарыл, Доғыл, Шапалақ. Ал екінші жағын табатын менің сол қанатымда отырған Ермұхамет. Ал Абдурахман біздің көрермен. Сонымен, кәнекей, Нарыл, Ермұхамет, дайынсыздар ма? Я. Олай болса, Нарыл, Ермұхамет, мына қорапшада екі бірдей зат жасырылған. Бірақ сендер оны ойын шарты бойынша қарамайсыңдар, көрмейсіңдер, қолмен ғана ұстап, сипап, қандай зат екенін табасыңдар. Алайда, тапқан заттарыңды ауызбен айтуға болмайды. Тек оны алдарыңдағы параққа түрлі түсті қарандашпен салып, не екенін бізге сурет арқылы жеткізу керексіңдер. Ал, дайынбыз ба? Я, дайынбыз. Жақсы, олай болса, бастадық. Кәнекей, асықпаймыз, дұрыстап, мұқият қарап алыңыздар. Не екен? Менің ойымша бұл ішетін зат. Ішетін зат. Не деп ойлайсыңдар, достар? Қазір бірге көретін боламыз. Ал Нарыл, не екенін осы жерге суретпен сала бер. Ермұхамет, ал сен не деп ойлайсың, досым? Мен бұны қышқыл ішетін зат деп ойлаймын. Қышқыл ішетін зат. Мүмкін тәтті ішетін зат. Достар, бұл ойынның тағы да бір шарты бойынша, кім жеңілетін болса, жеңген жігіт, жеңілген жігіттің басынан шертетін болады. 5 рет. Нарыл, сеніңше қалай мұны салып жатқаның қобдишаның ішіндегі зат деп ойлаймысың? Шынымен ғой? Неге сен сыбырлап сөйлейсің? Естімеу үшін. Жақсы, достар, көрдіңіздер ме? Ермұхамет естімес үшін ол сыбырлап сөйлеуге мәжбүр. Ермұхамет, сен қалайсың? Жақсымысың? Қалай салып жатырсың? Сен салып жатқан сурет қобдишаның ішіндегі зат деп ойлайсың ба? Сенімдісің бе? Жақсы, Ермұхамет те сенімді, Нарылы да сенімді. Ал достар, олай болса, екі біздің намысқа тырысып сайысқа қатысып отқан жігіттердің уақытысы аяқталуға таяу қалды. Сонымен, Нарыл, Ермұхамет, дайындаламыз. Мен 3-ке дейін санағанда қарандашты орнына қоямыз. Ал достар, бірге санаймыз. 1, 2, 3 орнына қоямыз. Сонымен, бірінші болып бізге салған суретін көрсететін менің Ермұхамет досым. Кәнекей, Ермұхамет, не деп ойлайсың? Достарымызға көмектесейік. Нәтиженің айраны. Ол нәтиже айраны, солай ма? Я. Олай болса, Нарылы не салды екен, соны көрейік. Менің ойымша бұл шырын сияқты. Шырын сияқты. Жақсы, олай болса қазір өз тарапыңдағы заттала ғой. Ермұхамет, сен де өз тарапыңдағы заттал, Қанекей. Нәтиже айраны дейді. Қанекей, шырын емес, нәтиже айраны болып шықты. Олай болса, біз жеңімпазымызды құттықтаймыз. Ермұхамет, сені бүгінгі жеңісіңмен құттықтаймыз. Ал Нарылы, сен енді ойын шарты бойынша сіздің әдемі дөңгеленген басыңыздан Ермұхамет 5 рет шертетін болады. Ал кәнекей санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5! Қол шапалақтаймыз! Мен сені екінші раундта міндетті түрде жеңемін. Бұны көреміз. Жақсы, олай болса, оны дәл қазір анықтайтын боламыз. Сонымен, Ермұхамет, Нарылы, мына қобдишада тағы да 2 бірдей зат жасырылған. Бастауға дайынсыңдар ма? Кеттік! 1, 2, 3, тоқтатамыз. Сонымен,
кім не деп түсінгенін мына жерге суретке түрлісі қағазбен салатын болады. Бастаймыз. Нарұлы, намысқа тырыс, жеңіліп қалма. Сен жаңа түсіндің ғой мені, жарай ма? Жақсы. Ермұхамед, жеңіліп қалма, намысқа тырыс, жеңісіңді беріп қойма. Сонымен достар, сіздер де мұқият бізге қарап отырыңыздар. Біздің YouTube арнамызға жазылуды ұмытпаңыздар. Және қайсы жігіт жақсы ойнайтынын комментарийға жазып қалдыруды да ұмытпаңыздар. Сонымен, ал олай болса, сіздердің уақыттарыңыз аяқталуға аз қалды. Құрметті қатысушылар, Ермұхамед бітуге аз қалды. Нарұлы, сен дайынсың ба? Иә. Жақсы, олай болса, 1, 2, 3 ойын тоқтады. Сонымен, бірінші болып суретті ашатын Нарұл. Менің ойымша бұл картоп. Картоп дейді. Жақсы, рас па, жоқ па, оны қазір анықтайтын боламыз. Екінші болып суретті ашатын Ермұхамед. Менің де ойымша бұл картоп. Екеуі де картоп. Кәне көрейік. Картоп. Дұрыс. Достық жеңді. Достар, ойынымыз қыза түскен сияқты. Қалай ойлайсыңдар? Иә. Жақсы, олай болса достар, біздің YouTube каналымызға жазылып, колокольчик басуды ұмытпаңдар. Ал, олай болса келесін жалғастырамыз. Кәнеге бастадық. Ермұхамед бастап кеттім. Кәне, 1, 2, 3 ұзақстауға болмайды. Жалғастырамыз. Кім не екенін табатын болса, сол адам тапқан адамның басынан пұтың шертеді. Жақсы. Нарұл, сен не деп ойлайсың? Оны қазір білетін боламыз. Ермұхамед, сен не деп ойлайсың? Жақсы, сенің де вариантыңды қазір білетін боламыз. Абдурахман, қалайсың? Жақсысың ба, сен не істеп отырсың? Просто? Молодец. Әзірше 1-0, екіншіде достық жеңді, ал қазір кім жеңеді екен, оны білетін боламыз. Ермұхамед, жағдайың қалай? Жақсы. Нарұл, сенің жағдайың қалай? Жақсы. Жақсы, олай болса, сендердің суретті салып бітулеріңе өте аз қалды. Сонымен 1, 2, 3 тоқтатылды. Бірінші болып суретін көрсететін Ермұхамед. Мен мұны нәтиженің қаймағы деп ойлаймын. Мен де нәтиженің қаймағы деп ойлаймын. Жақсы. Олай болса, қане, қобдишаның ішінде не екен алыңдар? Нәтиженің қаймағы ма, жоқ па көреміз. Асықпаңдар, абайлаңдар. Нәтиженің өнімі екені рас, бірақ өздерің көргендей бұл қаймақ емес. Бұл йогурт. Сонымен жеңіс бұл турда ешкімге де жоқ. Әрі қарай келесін жалғастырамыз. Ермұхамед, Нарұл, олай болса қазір қобдишаның ішіне соңғы рет тағы да бірдей затты жастырамыз. Кәне, соңғы рет Нарұл. Бастадық. Осыны кім табады бірінші болып, соны жеңімпаз етеміз, немесе қалай екенін көреміз. Суретті салып бастаймыз. Ермұхамед, сен не деп ойлайсың? Ермұхамед. Жақсы, оны көреміз. Нарұл, сенің қалың қалай? Оны не деп ойлайсың? Ойын барысында барлығын көретін боламыз. Достар, сендер біздің YouTube каналымызға жазылып, колокольчик басуды ұмытпаңдар. Қанеке, Ермұхамед, Нарұл, сонымен сендердің уақыттарың аяқталуға санаулы секунд қалды. 1, 2, 3 тоқтаттық. Кәнеке, суреттеріңді көрсетіңдер. Әуелі суретті көрсетеміз, Нарұл. Ал енді қобдишаның ішіндегі не екенін білейік. Стакан. О-о! Нарылда стакан. Бірақ мынандай түс, бірақ мынандай фигуран. Сонымен қазіргі біздің жеңімпазымыз Нарыл. Қол шапала! Нарыл, біз сені құттықтаймыз. Сонымен сен Ермұхамедтің басынан 5 рет шертесің. Кеттік. 1, 2, 3, 4. Былай. Без.
Жақсы, олай болса, бізде негізгі жеңісті достық жеңді. Жарайсыңдар, достар. Ермұхамед, Аджока, сендердің челлендждерің өте қызық екен. Мен сендерге жиі келіп тұрамын. Келіп тұр. Достар, егер сендерге біздің челленджіміз ұнаса, біздің YouTube парақшамызға комментария жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңдар.